Бұл роликте бар шындықты айтуға тырысамыз. Lexus RX 300 машинасын тамашалауға дайын болыңыздар. Армысыздар азаматтар. Сіздер бір көлік каналындасыздар. Бүгін Lexus RX 300 көлігін талқылаймыз. Бұл көлік мен қарамағымда 2016 жылдан бері өзім тебудемін. Өте жақсы машина. Кемшіліктері де бар. Басты кемшіліктері: порогтар ұшыру мүмкін, лямдозон істен шығу мүмкін, батпаққа, қалың қарға, буксирге алуға болмайды. Бұл машинамен рульдің рейкасы істен шығу мүмкін. Кейбір кездері мотор дірілдеп вибрация болуы мүмкін. Оның себептері катушкалардың істен шығу, жарылуының себептерінен мотор діріл қағады. Осы видеоны соңына дейін көріп, керекті мағлұматтар, ақпараттар аласыз. Ұнаған тұстары болса, сұрақтарыңыз болса, комментарий жаза отырыңыз. Міне дөңгелектері 18, диаметр 18. Бұл Lexus'тердің салондары кожадан істелінген. Сонда да кожа тез кірлеп кетпес үшін былтыр Қырғызстанға барғанда мына чехолдарды қымбатты осы өзім мұратып сатып алып орнатқан едім. Бұл машина мынандай машинаны алатын болсаңыздар, ешқандай жаманды көрмейсіздер. Жақсы машина, қыстың күні ешқайда батып қалмайсыз, қарға батпайсыз, мұзда жаңағындай буксаға кетпейсіз. 4 дөңгелегі бірдей істейді. Былай айтқанда безотказный, даже летний дөңгелектерінде көп тайғана бермейді. Жаңағындай мұзды жерлерде өзін бейберекет лақтырмайды. 60-қа дейін қолына привет жүреді, 60-тан кейін артылады. Мына багажында алыс жолдарда аяғыңызды созып жүріп жақсы демалуға болады. Ал енді моторға келеміз. Моторы былай айтқан идеальный. Жеке бөлшектері бар. Жеке істеледі. Мықты идеальный жерлерде бар. Қосалқы бөлшектерін аккумулятор жаңадан салынған. Енді машина өзі қайда шығамын десеңіз, дайын тұрған машина, любой жерге бара алады. Тағы не айтуға болады? Бұл Lexus 99 шыққан машина. Содан бері бір тоқтаусыз жүріп келе жатыр. Адамзат баласына мініп түсуге де, отырып жүруге де өте ыңғайлы машина. Былай айтқанда электропакет, коробка автомат, 4 ступкалы. Моторы 3 кубтық. Мотор өзі жеткілікті. Өзін жол бойында мықты сенімді сезінеді. Өзінің күші, мотордың күші өзіне суалды. Бұл машина қалада жүруге арналған деп айтсақ қателеспейміз. Өзіңізді комфортно сезінесіз, ыңғайлы да қолайлы. 9 секунд ішінде 100 км/сағатына алады. Бұл жерде ремень кірейім дегенде 100 км айырбастаған жөн. Максимал жылдамдығы 180 км/сағатына жанармайды 100 км/сағатына 12-14 литр ішеді.
Ақша төлегің келсе, нағыз көлікке, көздің жауын алатын көлікке төлесең, өкінбейсің. Себебі теңгенің тегін кетпегенін түсінесің. Қара маржан түссіз, орыстардың айтысына черный жемчуг. Машиналарға осындай никельді дөңгелектер керемет, әсем сән береді. Бұлар орысша айтқанда рубашка, галстук дегендей бір-біріне сәйкес келеді. Мына көріністе көрініп тұрғандай, мынау электронасос бізге өте қажет нәрсе. Жол жүріп баратып, жолда дөңгелек желін жіберсе, ешкімге жалынбай, ешкімге қол созбай, өз бетіңізбен асаусыңызды қосып, желіңізді үрлеп алып, бейқам кете беруіңізге болады. Өз басымнан мынандай жағдай болды. Таңертең сағат 6:30-да тұрып, жұмысқа бару қажет болды. Сол кезде далаға шықсам, дөңгелегім бос, желі шығып кеткен екен. Енді қайттым. Машинаның рөліне отыра сап, дөңгелек жөндейтін жерді іздедім. Соны іздеп жүргенде жарты сағат уақытта резинкемнің дымы қалмапты. Одан кейін артындағы запасканы салуға тура келді. Сол күні барып, осы жел үрлегіш насосты барып сатып алуға тура келді. Содан бері қолданып келемін. Ал бауырым, келесі видеоны өткізіп алмас үшін қандай көлікті сипаттағанды қалайсыз? Комментария жазып отырыңыз. Жоғарыда айтылғандай сіздерге бәрін сипаттап беруге дайынмын.